Өте оңай және ерекше болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап миксерлеп аламыз. Бір 5 минуттай көбіктеніп, осылай ағарғанша етіп, бұл біздің бисквиттің көтерілуіне жақсы көмектеседі. Одан кейін үстіне қаймақ қосып, біраз разрыхлитель қосып, осылай етіп қайтадан миксерлеп аламыз. Ең соңында барып какаомызбен ұнымызды қосып, жақсылап қайтадан миксерлеп аламыз. Осындай етіп, консистенция болғанша етіп, ең соңында барып күнбағыс майын қосамыз. Бұл бізге бисквиттің жұмсақ болуына жақсы әсерін тигізеді. Енді начинкасын дайындаймыз. Енді начинкасын жасау үшін тағы да миксерлейміз. Ол үшін бізге творог және де қант және қаймақ керек болады. Оны да осылай етіп миксерлеп алып, осындай қалташаға салып дайындап аламыз. Енді тестасын жасау үшін формамыздың жан-жағын осылай етіп сары майдың жағып шығамыз, жабысып қалмас үшін дегендей. Сосын одан кейін осылай етіп бисквитімізді құямыз. Енді творогымызды салатын боламыз. Сіздер енді өздеріңіздің қалауыңызға қарай зебра тәріздес немесе осылай үш бұрыштап етіп жасасаңыздар болады. Мен осы жолы осылай жасадым. Енді бетіне фисташканың жаңғағын себемін. Өздеріңіздің қалауыңызға қарай сіздер де әсемдесеңіздер болады. Қараңыздар, қандай әдемі және де дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.